қалайсыздар? Алматының көшелерінде серуендеп жүрген жайым бар. Қалтамда 2 пиала шайым бар десең. В общем, Қазақстан бойынша Алматыға жететін қала жоқ қой негізі. Бүкіл вайбтың барлығы осы жақта. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті достар, оқырмандарым, жандарым, қалайсыздар, амансыздар ма? Құшшы Сержаннан жалынды сәлем деп қоясың ғой. Енді құшшы біразына ұнаған екен, рахмет. Бүгін сағат 19:00-де Құшшы Сержанның екіншісі. Рилс саламын, Алла қаласа. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, жұма қабыл болсын, жұма мүбәрәк болсын. Бүгін күн не болып кетті? Хайыр. Таңертең тұрып, машинаны от алдырып еді. Таңертең емес, кеште істемеді ғой. Пультім істемей қалды машинаны. В общем, оны ауыстыру, біраз шығынға кетейін деп тұр. Сосын лично осы сторисімді өзім оқырмандарыма арнағым келеді. Үлкен рахмет. Сондай поддержка, сондай отметкалар, сондай менің дайректіме жазылып жатқан сообщениелер, ерінбей, саусақтарыңыз ауырмай маған мындай қылып лекция жазып жібергендеріңізге мен барлығын оқыдым. Бірақтан білесіздер, мен каждый раз сіздерге жауап бере алмаймын, мені түсінесіздер деп ойлаймын. Қазіргі таңда историямды 270 мың адам көріп жатыр. 270 мың адамның мен 270 мың адам барлығына мен жауап бере алмаймын, бірақ маған өте приятно, маған өте сіздердің поддержкаларыңыз өте қатты керек болды. Шынымды айтсам, өте қатты қуандым. Кейбір адамдардың сообщениелерін оқып мен жауапта қалдым. Үлкен рахмет, обожаю барлықтарыңызды. Алла сіздерге күш қуат берсін. Көп рахмет. Благодарю. Всем привет. Бүгіндікке сториске вообще шықпадым. Сторис қайда? Блогер мырза деп жазып жатқан адамдар. Бағанадан бері сіздер үшін еңбектен съемка түсіріп жатырмын. Мен съемкада болдым. Сонда съемкада болғаннан кейін барлық ойымды съемкаға бөлдім. Так что бүгін кешке күтіңіздер. Сіздерге керемет жаңалығым бар.